Сәлеметсіздер ме? Екінші лекция деректер типі. Деректермен және оларға амалдарды қолданумен үйренесіздер. Тексті оқып тұрған курсын әзірлеушісі Нұркен Спашев. Модуль 1 Python бағдарлама тілінің негіздері. Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен екінші видео лекция деректер типімен танысамыз. Программада пайдаланатын деректердің немесе шамалардың мәндері алдын ала келісілген типтердің біріне тән болуы тиіс. Деректердің типі деп олардан қабылдай алатын мәндерінің және олармен орындауға болатын амалдардың жиынтығын анықтауды айтады. Яғни тип дегеніміз шамалардың қабылдайтын мәндеріне берілетін сипаттама. Деректердің әр типі тек өзіне сәйкес келетін операциялар жиынтығын орындата алады. Курста қолданылатын деректер типі бүтін сандар, бөлшек сандар, жолдар, тізімдер, картеждер және сөздіктер. Питонда бұдан да басқа көптеген деректер типі бар, бірақ біз оларға тоқталмаймыз. Мысалға, -2 санының типін анықтау үшін type -2 int. Int деген бізде ол бүтін сан екенін білдіреді. Осылайша біз -2 сандарының бүтін сан екенін анықтадық. Ал енді -1,25 ол float. Float деген бізде бөлшек сан. Type жақшаның ішінде апострофтың ішіндегі мәнді тексеретін болсақ, ол бізге str. Str бізге жол, string тип. Ал енді hello сөзі бізде ол жол, str типті екен білді, ол бізде жол. Келесі біз тізімді қарайтын болсақ, тізімде бізде кез келген деректер типі элемент ретінде болады. 1, 2, 3, бүтін сан, жол, hello, known типі. Осылайша біз жауабы list алдық. List бізде тізім екенін білдіреді. Type картежді қарайтын болсақ, картежде тізім секілді кез келген деректер типі элементі бола алады. 1, 2, 3, hello, true. Tuple. Tuple деген бізде ол өзгермейтін деректер типі картежді білдіреді. Келесі бізде сөздіктер бізде кілт және мән ретінде элементтер орналасады. А қосынүкте үлкен А бізде кілт және мән. 1 кілті қосынүкте 1 кілті, 2 кілті, Б деген ол мәні болады. Осындай бізде сөздік элементтері бар. Жауабы бізде dict болды. Dict деген бізде ол сөздікті білдіреді. Келесі деректер типтеріне қолданылатын амалдарға тоқталайық. Int тип бүтін санға бізде қосу амалын қолданамыз. Азайту, көбейту, дәрежеге шығару, бөлу. Ал енді біз жолдарға қолданылатын амалдар екі амал бар: конкатенация және репликация. Конкатенация ол жолдарды біріктіру. Мысалға, hello жолын world жолына біріктірсек, hello world шықты, бір жол пайда болды. Ал егер біз жолды бірнеше рет қайталау керек болатын болса, онда репликацияны пайдаланамыз. Ол үшін жолды жазамыз, көбейту белгісі арқылы неше рет қайталанатын жазамыз. Мысалға, Alice көбейтілген 3. Осылайша біз Alice жолын 3 рет қайталадық. Ал енді біз айнымалылар тоқталайық. Айнымалы деген ол жадыдағы ұяшық секілді. Оған біз ат береміз, spam деген, және де оған 40 деген мәнді береміз. Айнымалыларға қолданылатын амалдар: біз айнымалыға санды қоса аламыз. Мысалға, spam тең spam қосылған 4. Және де мәнін шығару үшін айнымалының атына сілтеу арқылы шығарамыз. Келесі x айнымалысын жасайдық, және де spam айнымалысынан x айнымалысын азайттық. Осылайша біз айнымалылар бір-бірінен азайта аламыз. Ал енді біз бірінші бағдарламамызды жазайық. Ол үшін жаңа файл ашайық. File, new file. Print. Print функциясы ол бізге хабарламаны экранға шығарылады. Print жақшаның ішіндегі қабылдаған жол, ол бізге экранға шығады. Print әрқашанда string типті элементтерді экранға шығарады, яғни жолды. Сәлем, сенің есімің кім деген хабарлама шығады, және де бізден name деген айнымалыға input функциясын қолдандық. Input ол бізге мәнді енгізуін сұрайды. Және де print танысқаныма
қосылған name, қосылған өте қуаныштымын. Біз осылайша жол конкатенация жасадық, біріктірдік. Ал енді бізде келесі хабарлама шығады, жасың нешеде деген. Және де біз age айнымалысына, жаңа age айнымалысына inputпен мән енгіземіз. Print, сен бір жылдан соң жасың бір санға артады. Ол үшін бір санға арттыру үшін бізге inputпен енгізген мән ол әрқашан string типті болады. Сондықтан біз int функциясын қолданамыз. Int функциясы қабылдайтын аргументті ол бүтін санға ауыстырады. Осылайша біз жолды санға ауыстырып, оған бірді қосып, бір санға арттырдық. Енді осы санды біз stringға айландыру керек. Біз себебі printпен шығатын мән ол әрқашанда str типті болады. Str функциясын қолданып, қабылдайтын аргументті біз жолға айландырдық. Файлды сақтайық. Run module. Ал енді біз атын жазайық. Сақтау. Сәлем, сенің есімің кім? Мысалға, әлем болсын. Танысқаныма әлем өте қуаныштымын. Жасың нешеде? 18. Сен бір жылдан соң 19-да боласың. Осылайша біз str, int, print, input функцияларымен таныстық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.